Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз пайыз. Сендер үйде ата-аналарыңнан, теледидардан пайыз деген сөзді жиі естіп жүрген боларсыңдар, иә? Бүгінгі сабақта, бүгінгі тақырыпта пайыз дегеніміз не, жалпы пайыз ұғымымен және де пайызды қалай табатынымызды үйренетін боласың. Кітаптарыңа қарасаңдар, кітапта бізде берілген 1 сантиметр неше метрге тең? Өткен сабақтарды еске алайықшы. Өткен сабақтарды еске алсақ, 1 сантиметрдің метрдің 100-ден 1 бөлігіне тең екені есімізге түседі, иә? Немесе ондық бөлшек түрінде 0,100-ден 1 деп алсақ та болады, иә? Енді, яғни санның немесе өлшем бірліктің кез келген 100-ден 1 бөлігі бізде пайыз деп аталады екен. Демек, миллиметр дециметрдің 1 пайызы немесе сантиметр метрдің 1 пайызын құрайды екен. Енді пайыз міне мынадай таңбамен белгіленеді екен. Балалар, пайыз таңбасы бар санды міндетті түрде дұрыс оқып үйренулерің керек. Мысалға, мына жерде кітаптарда берілгендей, 1-ден кейін пайыз таңбасы тұр, иә? Бұл дегеніміз 1 пайыз деп оқылады. 125-ден кейін пайыз таңбасы тұр, бұл 125 пайыз деп оқылады. Ендігі кезекте қысқаша бейнероликке назар аударыңдар. Санның 100-ден 1 бөлігін пайыз деп атаймыз. Пайызды мынадай белгілейміз. Яғни 1 пайызымыз тең болады 100-ден 1-ге. Оны ондық бөлшекпен де жазсақ болады. 0,01. Сол сияқты 2 пайызымыз 100-ден 2-ге тең болады. Немесе ондық бөлшек кейінде 0,02 деп те жазсақ болады. Мысалы, 66 пайызымыз 100-ден 66-ға тең. Оны ондық бөлшек кейінде 0,66 деп те жазсақ болады. Ал егер 100 пайыз берілсе, 100-ден 100-ге тең, олымыз тең болады.